Мына жағдайды түсіндірме бере аласыз ба? Мысалы, кейбір адамдар айтады, мен оразаның басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғын 3 күн ұстасам болады. Осы дұрыс пікір ме, ой ма? Әрине бұл дұрыс емес. Дегенмен ол сол осындай бола ма деп сұрақ қойып жатқан адамның өзінде бір оразаға деген құлшыныс бар сияқты, құлшылыққа. Сондықтан соны бағалап, жалпы ораза деген ораза Рамазан айында толық ұсталатын ғибадат. Оразаның түрлері көп. Бірақтан Рамазан айы келген кезде әрбір адам ай бойы ораза ұстайтын болуға тиіс. Әрбір мұсылман адам 30 күн бойы ораза ұстайды. Соны Рамазан айының оразасы дейді. Мысалы, оразаның басқа түрлері бар. Мысалы, оның нәпіл түрлері бар. Оны қалаған кезде, бірақ ол Рамазан айына қатысты емес. Мысалы, басқа айларда келесі Рамазан айынан бұрынғы Шаввал айында, болмаса Рамазан айынан алдыңғы Шағбан айында, Ережеп айларында ораза ұстаудың сауабы көп. Мысалы, сол кездерде, қандай кездерде, аптаның қай күндері ораза ұстаған жақсы деген сұраққа, бұлай, аптаның дүйсенбі, бейсенбі күндері ораза ұстаған жақсы. Сүннет деп жауап береді. Пайғамбарымыз. Енді айдың ішінде бір ай келсе, Рамазан айынан басқа айларда ай келетін болса, айдың ішінде қайсы күндерде ораза ұстаған жақсы десе, айдың ай толған уақыттарда, яғни айдың ортасында, яғни 13-і, 14-і, 15-і ораза ұстаған жақсы. Ол да сүннет болып саналады. Енді осындай хадистерді жаңа іле-шала шалыс есіткен кейбір бауырларымыз, демек Рамазан айында соған теңеп, айдың ішінде ортасында 3 күн ұстаса болады екен ғой деп те қателесіп жүргендер, адасып жүргендер бар. Ондай әңгімелер Рамазан айына емес, тек Рамазан айынан басқа айларға қатысты. Ал Рамазан айы ол ай бойы ораза ұстау әрбір мұсылманға парыз етіп жүр. Яғни оразаның екі түрі бар. Біреу парыз ораза болса, қалғандары нәпіл ораза. Екеуін бір-бірін шатастырмау. Шатастырмау керек. Парыз ол Рамазан айында ұсталатын ораза. Ал Рамазан айынан басқа уақыттарда ұсталатын оразаны нәпіл ораза деп айтады.